Келесі мына есепті есептейік. Бұл жерде мына x кубты дифференциалдың астына кіргізуден бастаймыз. Онда былай жазайық. X-ның 3 дәрежесінің дифференциалдың астына кіргізсе x 4/4 деген шығады. Сонда мына 4-тен 1-ді интегралдың алдына қалдырайық. Дифференциалдың астында x-ның 4 дәрежесі, ал бұның бөлімінде x-ның 8 дәрежесі азайтылған. Мұнда 2-ні жазайын. Ал енді бұл қандай форманы естеріңізге салып тұр? dx бөлінген x квадрат минус a квадрат қой. Демек онда мынаны түбір асты 2-нің квадраты деп жазайық. Енді бізде бұның арнайы кестесі бар, соны қазір мына жерге жазып қояйын. Ол міне мынадай түрде болады. dx бөлінген a квадрат азайтылған x квадрат десек, онда бұның жауабы 1 бөлінген 2a ln a қосылған x, a азайтылған x плюс с-ға тең екен. Міне қазір осыны пайдаланатын боламыз. Бұл жерде тек қана бір айырмашылық бол. Ол мына жерде x-тің a-ның орындары ауысқан. Онда бұл жерде қорқатын ештеңесі жоқ. Екеуінің орнын ауыстыра салайық. Сонда минус 4-тен 1 интеграл dx 4 дәрежесі. Мына жерде x-тің 4 дәрежесі деген бізде таңбасы теріс болады, өйткені мына минусты алдына шығарып жібердік. Сонда міне түбір асты 2-нің квадраты азайтылған x-тің 4 дәрежесінің квадратына тең екен. Ал онда мына жерден жалғастырайық. Мына қызылмен жазылған формаға қоя саламыз. Сонда бұл минус 4-тен 1 1/2a дейді. Бұны енді жазам ғой міне. 2 еселенген a-ның орнында сіздерде түбір асты 2 тұр. Түбірдің астындағы 2, одан кейін ln a плюс x дейді. Сонда түбір асты 2 қосылған x-тің орнында сіздерде x-тің 4 дәрежесі тұр. Сонда x-тің 4 дәрежесі, ал мұнда түбірдің астындағы 2 азайтылған x-тің 4 дәрежесі қосылған с екен. Әрине мына жерде түрлендіруге де болады. Сонда минус 8 түбір асты 2-ден 1, ln, түбірдің астындағы 2 қосылған x-тің 4 дәрежесі бөлінген түбірдің астындағы 2 азайтылған x-тің 4 дәрежесі қосылған с-ға тең екен.